Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз ата-ананы құрметтеу. Алла Тағала Құранда былай айтады: маған құлшылық етіңдер, және ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар дейді. Және де келесі бір аятта Алла Тағала ата-аналарыңға тіпті уф деп айтпаңдар дейді Алла Тағала. Бұл жерден түсінетініміз, ата-ана біздің өмірімізде үлкен рөл атқарады. Және ата-ананың мәртебесі өте биік. Бұл ата-ана бізге қызметші емес, біз оларды қалағанымызша жұмсайтындай. Жоқ, ата-ана бізді тәрбиелейтін, бізден үлкен тұлға қылатын, бізді үлкен жетістіктерге жетелейтін сондай бір ұлы тұлғалар. Әсіресе ананы Алла Тағала Құранда да және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде де ананың орнын ерекше етіп биік көтеріп қойған. Енді біздің міндетіміз барынша ата-анамызға қызмет қыл. Өйткені олар бір жағынан мәңгі емес, бізге мәңгі байланып тұрады. Бұл уақытша ғана бізге берілген бір Алла Тағаланың шексіз нығметтерінің біреуі. Сол себепті, егер біз Алланы разы қылғымыз келсе, ата-анамызды риза қылуымыз керекпіз. Қызмет арқылы, жұмсақ сөйлеу арқылы. Егер ата-анамыз қартайса, біз оларды керек нәрсемен қамтамасыз етуіміз керекпіз, міндетпіз. Өйткені ата-аналарымыз біз кішкентай кезімізде, біз әлсіз, дәрменсіз, сондай бір көмекке мұқтаж уақытымызда ата-аналарымыз бізге бәрін төгіп үйіп берген. Енді соның есесіне біз не істеуіміз керекпіз? Алла разылығы үшін ата-анамызға барынша құрмет көрсетіп, қызмет етуіміз керекпіз.